Армысыздар, тікелей эфирде информбюро ақпараттық бағдарламасы. Студияда Лимара Салих. Назарларыңызда бүгінгі басты жаңалықтары. Стадиондарда үлкен мәдениет сарайларында емдер басталады. Сарыәулиенің стадиондағы емдік сеанстары қашан басталады? Үлкендігі тай тұяғындай бұршақ Шығыс Қазақстан облысының 2 ауданын жайпап кетті. Халыққа бұл үшін өтемақы төлене ме? Алматының жетім бұрышы 50 жылдық тойын тойлауда. Тойға кімдер қатысады? Арқангерге мен теріс айрықтағы шудан соң мемлекет шекараны тарс бекітпек. Бірақ қалай? Үлкендігі тай тұяғындай бұршақ Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай және Аягөз аудандарының бірнеше ауылын жайпап кетті. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті таратқан ресми мәліметтің өзінде бұршақтың кішісі тауық жұмыртқасындай, ірілері картоптың үлкендігіндей деп жазылған. 2 жыл бұрынғы су тасқыннан енді есін жиған Тарбағатай ауданының Қызылкесі, Құмкел, Ойшілік ауылдарына табиғаттың бұл мінезі жығылғанға жұдырық болды. Айналасы 20 минуттың ішінде бүкіл үйдің терезесі мен шатырының, жеңіл көлік әйнектерінің күл паршасы шыққан. Қызылкесі Құмкөл Ойшіліктің мыңға тарта үйінің 15-20 минуттың ішінде сау тамтығы қалмаған. Ресми мәлімет 410 үй дейді. Бұршақ әуелі Аягөз ауданының Сарыарқа ауылынан басталған. Шатырлар тұрмақ, сел араласқан бұршақ үйдің төбелерін тесіп өткен. Тұрғын үйлердің терезелері мен жеңіл көліктердің әйнегінің парша-паршасы шығыпты. Бір азаматқа талғылап және бірнешеуінің басы бұршақтан жарылған. 40 күн шілденің ыстығында кешеден бері әлі ерімеген бұршақтың диаметрі 7 сантиметр. Қазіргі уақытта бұл ауылдарда электр байланысы түгел үзілген. В зону града попали. Бұршақ Тарбағатай ауданының 3 ауылын алып кеткен. Әзірге зардап шеккен адамдар туралы мәлімет жоқ. Шатырлар қирап, автокөліктер бүлінген. Шығын көлемін есептеу үшін бұл ауылдарда комиссия жұмыс істеп жатыр. Ал тұрғындар болса жергілікті әкімдіктерге қазірден наразылық танытуда. Айтуларынша әкімдік сақтандырылмаған үйлер үшін өтемақы берілмейді депті. Былтырғы жылы 5 маусымда осы облыстың Үржар ауданында 5 ауылға дәл осындай бұршақ жауған. Онда 25 үйге аудандық бюджеттен 1 680 000 теңге бөлінсе, 11 мектеп пен 5 көпірді жөндеуге облыстық бюджет 18 миллион теңге аударған. Ал сел мен бұршақ облыс бойынша толастамай тұр. Завтра по области мы сохраняем. Ертең облыста жауын, кейбір жерлерде тағы бұршақ жауады. Ауа температурасы 22-27, ең ыстық жерлерде 30 болмақ. Мәселе бұл аймақ циклонның құрсауында қалғаннан болып тұр. Сол себепті әлі 3-4 күн жауын шашын тоқтамайды. Бұршақ бұл ауылдардағы мектеп, аурухана, балабақша, әкімшілік ғимараттарында оңдырмаған. Нақты көмекті арнайы комиссиядан күтетін халық бұндай тай тұяғындай бұршақты соңғы 50 жылда көрмедік дейді. Болат Мүрсәлім, Юлия Сулоева, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Ал Ақмола облысының Зеренді ауданына қарасты Қызылсай ауылында жаппай құлындар қырылып жатыр. Тұрғындардың айтуынша 50 жылқы құлын тастаған, бірақ нақты қаншасының ауырып өлгенін ешкімде тіс жарып айтқысы жоқ. Қазір облыстық мал дәрігерлік зертханасында сараптама жүргізілуде. Ал ауыл адамдары болса, қорадағы малына қандай індет жабысқанын біле алмайды. Жерге дәрі септі ғой. Төкі содан ғана ойлаймыз. Сөздің анығы. Бір 50 шақты болатын шығар. Бұндай жағдай болған жоқ вообще. Қызылсай ауылының құлындары жаппай қырылған. Неден бұлай болғанын әзір ешкімде дөп басып айта алмайды. Шарасы жандардың ойы сан саққа жүгіреді. Біреулері 15 жыл айырбасталмаған айырдан да болуы мүмкін деп болжайды. Ауыл тұрғындары мал дәрігерлік зертханасы шығаратын сараптама қорытындысына үміт артып отыр. Бірақ әзірге бұл мекемеде нақты себебін айта алмайды. Бірінші жүргізілген сараптама бойынша жылқыдан ешқандай ауру белгілері байқалмаған. Ал екіншісінің нәтижесі 3-4 күнде белгілі болмақ. Атырау мұнай өңдеу зауытында оқыс оқиға болды. Зауыт құрылғысындағы ыстық сорғының мұнай өртеніп, өткізу құбырына ауа кірмей қалған. Салдарынан жалын 300 шаршы метрге шарпыды. Төтенше жағдайдың салдарынан зауыттың кейбір құрылғылары қатты қираған. Тілсіз жауды ауыздықтауға өртке қарсы қызметтің 17 адамы мен 4 техникасы, зауыттың 16 адамы мен 5 техникасы жұмылдырылған. Нәтижесінде өрт 2 сағатта сөндірілді. Естеріңізге сала кетейік, Атырау мұнай өңдеу зауытында соңғы 3 жылда өрт оқиғасы жиіліп кеткен. Былтыр цехтағы құбырды жөндеу барысында тілсіз жау орын алды. Сол уақытта бір жұмысшы қаза тауып, екеуі облыстық ауруханаға жеткізілген болатын. Ал бұл жолғы өртте абырой болғанда ауыр жарақат алғандар жоқ.
Қазақстанда мемлекеттік шекара туралы заң қабылданатын болды. Жаңа құжат Арқангергендегі қайғылы оқиға мен теріс айрық шекара заставасында болған жағдайдан соң қолға алынғанын парламент мәжілісінің депутаты Мәулен Әшімбаев жеткізді. Халық қалаулысы заңды шекара қызметінің арнайы комитеті дайындайтын айтады. Ал депутаттар Арқангергендегі қайғылы жағдай қайталанбау үшін жаңа құжатқа қажетті барлық нормаларды енгізетін болды. Сондай-ақ Әшімбаев депутаттардың бір тобы мемлекеттік шекараларда болған жағдайларды өз көздерімен көріп қайту үшін жақын күндері оқиға болған заставаларға жол тартатын жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 18-інде Қазақстан-Қытай шекарасындағы теріс айрық заставасының 11 сарбазы қаруларын тастап қашып кеткен еді. Шекарашылар тек бір күн өткен соң Тарбағатай ауданынан табылды. Шымкентте мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау департаментінің 4 бірдей қызметкері пара алу кезінде қолға түсті. 375 мың теңге көлеміндегі ақшаны шенеуніктер құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу үшін берілетін лицензияны тездетіп жасап беру үшін алған екен. Қаржы полициясы осылайша мемлекеттік құрылыс сәулет бақылау департаментінің бөлім бастығы мен бөлім мамандарын ұстады. Олардың екеуі кәсіпкерлер арасында делдал болуы мүмкін дейді қаржы полициясының өкілдері. Лауазымды тұлғалар қамауға алынып, олардың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда бөлім бастығы Муслимов, Басқарбаев және мамандары Сәрсенбеков пен Куликов сот санкциясымен ұсталып қамауға алынды. Мамандар Алматының өзен көлдеріне түсуге қатаң тыйым салғанына қарамастан, лайшық суға шомылушылардың қатары азаймай келеді. Жалпы жыл басынан бері республика бойынша 460-тан астам адам суға батқан. Олардың жартысынан көбін құтқарушылар дін аман шығарып үлгерген. Алайда 77 азаматтың ажалы судан болған екен. Оның 17-сі балалар. Құтқарушылар бұған қауіпсіздік шараларының сақталмауы емес, тұрғындардың өз жауапсыздығынан себеп болып отыр дейді. Биылғы шомылу маусымы басталмай жатып, суға кеткендер саны есепке алына бастады. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, өткен аптада 7 адам тереңге батып тілсіз жаудан көз жұмған. Тек былтырғы жылдың өзінде Алматы қаласының құтқарушылары 200 адамды сумажалдан аман алып қалғандықтарын айтады. Ескерту белгілері бүкіл жерлерге орналастырылғанына қарамастан, тәртіпке бағынғысы келмейтін балалар еш нәрсені елемей суға қойып кетеді дейді олар. Ең бірі сол батып атқан бала, ең бірі шошмау керек. Шошқанда суда құтқар деп шақырады ғой. Шақырған кезде жандағы балалар соны құтқарған кезде үстінде жабыспау керек, мінбеу керек, сенімді болып, жанында құтқаратын адамдарға ше, ол сенімді болып, өз-өзін сабыр сақтап, успокоить ету, сол кезде ана бала, оның жандағы бала оны құтқара алады. Психолог Маргарита Өскенбаеваның айтуынша, балалардың демалысы бүгінде дұрыс ұйымдастырылмайды. Жазғы лагерлер мен демалыс орындары жекеменшік қолдарға өтіп кеткен. Пайданы ғана көздеген олардың бағалары ата-аналардың бәріне бірдей, қол жетімді емес. Соның салдарынан ойын балалары шіліңгір жазда Сайран жағалауында сауық құрып жүруге мәжбүр. Балаларымыздың өмір бағын жақсылап ұйымдастырамыз десек, болашағымыз болсын десек, онда осы ойын сауықтыру жаңа саябақ деп жатырмыз, аквапарк деп жатырмыз. Соны мемлекет өз тарапына қарастырып, тек қана частный бизнесқа бермей, өздері ие болып, тексеріп тұру керек, бағаларын көру керек. Мемлекеттік тарапынан балаларға сондай бір бос уақыттарын ұйымдастыру жұмыстарын өткізу керек. Алматыда мына сияқты кішігірім 22 көл мен 4 бірдей су қоймасы бар. Аптапсыздыққа шыдас бермей суға сүңгіп жатқандардың басым көпшілігі ата-ананың қарауынсыз қалған балалар. Қайғылы оқиғалар орын алмас үшін құтқару қызметінің мамандары жеткіншектерді үлкендердің бақылауынсыз суға жібермеуді тағы да бір рет ескертуде. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информ бюросы бірінші арна, Алматыдан. Талай жылдан бері көзден таса қалған әйгілі Сарыәулие халықтың алдына шығып, стадиондарда сеанс өткізбек. Жақын күндері күллі қауыммен қайта кездесемін деген қасиетті әулие қандай кереметімен халықты таң қалдыру мүмкін. Ендігі кезекте дертіне дауа іздеген жұрт қайтадан алаңға қылып, оның уағызына сенеме. Тақырыпты әріптесі Мақсат Мәліков толықтырады. 90 жылдардың басында дүйім жұртты алаңға мәдениет сарайларына жиып тікелей ем жүргізген Сарыәулиені білмейтін жан кем деген, жасы бар, кәрісі бар, барлығы емшінің шапағаты тиіп қалар деген үмітпен стадиондарды лық толтырып, уағызын үйіп тыңдайтын.
Оразадан кейін, содан кейін мен халықтың ортасына үлкен қауыммен кездесуге ниет етіп отырмын. Бұрынғыдай үлкен емдер стадиондарда, үлкен мәдениет сарайларында емдер басталады. Өйткені Сарауле өзінің қайта оралуын қоғамның рухани тұрғыдан құлдырауымен түсіндіріп отыр. Ал әке мен қыздарының арасындағы дау жұртты бейжай қалдырмағаны рас. Көпшілікке Сарауле есіммен таныс Марат Исенбаевты қыздары Бақытгүл мен Ажаргүл сотқа беріп, бұл жанжал 2 жылға созылған еді. Өткен аптада даулы мәселеге соңғы нүкте қойылып, соттың арнайы шешімі шықты. Екі жақтың мына келісімі бірдей. Екі жақтың да ар-ожданның намысын тапамайтын, қызда қанағат болған дәрежедегідей қол қойды. Мен де қанағатқа салынып қол қойдым. Соттың шешімінде көрсетілгендей, Сарауле кенже қызы Ажаргүлге алдағы 9 айдың ішінде Шымкент қаласынан бір бөлмелі пәтер сатып алып беруге келіскен. Мен соттың шешіміне ризамын. Біз қайтадан табыстық, хабарласып тұрамыз. Алдағы уақытта бәрі ойдағыдай болады деп сенемін. Үлкен қызы Бақытгүлді жеңіл жүрісті, әкеге қарсы шықты деп айыптаған Сарауле одан Алланың атымен бас тартамын десе, кенжесі Ажаргүлмен алыстан сыйласпақ. Дәл осы үйде пәтер жалдап тұрып жатқан Сарауле соттың шешіміне риза екендігін айтуда. Осымен әке мен қыз арасындағы дауға нүкте қойылды десек те, сот шешімінен кейінгі 10 күн ішінде арыз шағым түсе ме түспей ме, ол жағы уақыттың еншісінде. Мақсат Мәліков, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Хабарымыз жалғастырамыз. Бермесең, бермей қой баспанаңды, бәрібір тастамаймын астанамды деп, Қасым Ақын жырына қосқан үйсіздердің мекеніне айналған Алматының жетім бұрышы биыл 50 жасқа толды. Халық арасында осындай атауға ие болған мекен. Жарты ғасырдан бері үйсіз жүрген халыққа жалға баспана тауып берумен айналысып келеді. Саудасы 24 сағат бойы қызып тұратын жетім бұрыштың мерейтойына әріптесім Мақсат Толықбайда барып қайтты. Үнді киноларын көріп өскендердің көбі Үндістанда өмір сүрсем ғой деп қиялдайтын кезінде. Әсіресе бір ғана лашықта бірнеше отбасы қалай ғана емін-еркін күн кешіп жатыр деп үнділердің бірлігіне таңғалатын. Бірақ талайларды арманнан айнытқан Алматының жетім бұрышы атағының асқақтағаны соншалық ауылдан келген қара көздердің барлығының тағдыры тек осы жерде тоғысатын болды. Бір ауылдың жастары жер барақтың бір бөлмесінде бір көрпені жамылып жатқанда ғана биліктің бірлік дегені осы шығар деп қиялынан арылды. Бізде де дәл Үндістандағыда екен ғой деп Құдайға шүкіршілік етті. Жасыратын жоқ, біз өзіміздің балдарымызға нанды да тауып отқан. Далада қаңып-қаңып қазағына жататын жайында тауып отқан орны осы. Бүгін мұнда қос қуаныш. Биыл жетім бұрыштың құрылғанына 50 жыл толып отыр. Екінші қуанышы соңғы жылдары баспана іздеуші клиенттердің саны күрт артқандығынан жетім бұрыштың экономикалық табысы жоғарылаған. Әке шешесі бар, бірақ баспанасы жоқ тірі жетімдерді жарты ғасырдан бері жарылқап келе жатқан келі бұрыштың мерейтойы ескерусіз қалған ұқсайды, бірақ берекелік дайындық қамына әлі кірісе қоймапты мұндағылар. Қабырғаларда безендірілмепті. Халыққа қарасаң, мерекелік көңіл күйдің орнына әбден қажып, ашынғаннан жарылуға дайын жүргендей әсер қалдырады керісінше. Әлі ұялмаған халық шуап жүріп жүрді. Өкімет неге алдайды халықты? Қазақстанда тұрады, шетелден келеді, түрік, өзбек, қырғыз, татар. Бәрі ұялады 5 жылдың ішінде. Ал 40 жыл тұрып, 50 жыл тұрып, қазақтар ұяланмайды Алматыда. Мұнда келетіндердің арманы да қызық. Жарқын болашақты емес, келер айдың күн көрісіне ғана жететін баспананы ғана ойша қиялдайды. Бірақ бұл мекеннен кімдер бақыт таппады. Бұрышты жағалаған етікшімен, әншісін де, жазушымен, ақынын да жатырқап көрген жоқ бұл жер. Ауылдан келген қазақтың әсіресе баспанасына айналды. Мен оның ішінде өзім де тұрдым. Текті баламызбен, отбасымызбен алғаш кездерде пәтер жалдап тұрдық. Жетім бұрыштың 50 жылдығы қала күнінде аталып өтілмесе де, бұл жердің базары тарқаған емес. Төлеген айтпақшы, мәңгілік тарқамауы да мүмкін оның. Мақсат Толықбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматыдан. Алда көретіндеріңіз. Қазақ текті халық, мәскеуліктердің пікір осы, ал Ленин мен Сталиннің елімізге деген көзқарасы қандай? Еуро 2012 футбол ойынында үздік шыққан 8 команданың қайсысының бақ жанады. Бұдан өзге де маңыздар қызықты ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтау қаласында қауіпсіз аула бағдарламасы жүзеге аса бастады. Қаладағы тұрғын үй аулаларына полиция бекеттері мен бейнекамералар қойылды. Бағдарлама тәртіпсіздіктің, бұзақылықтың алдын алып, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етпек. Көп балалы ана Гүлмира Құрманшаеваның полиция көмекшісі қызметіне кіріскеніне бір апта болды. Ол қолына рация ұстап, әріптесі екеуі кезекпен өздеріне тиесілі ауланың жағдайын бақылап тұрады.
Мен сол өзім заңгер 5 жыл оқысам да жұмыс таба алмай жүргеннен, сол жұмыссыздыққа орналасқан күні мені осы мамандыққа жіберді. Біз сияқты сол 20-30 адам осы жұмысқа келді. Жұмысты болып, айлығын алып жатыр. Статистикаға жүгінсек, Маңғыстау облысында тіркелген қылмыстардың көпшілігі тұрғын үйлердің аулаларында жасалады. Сол себепті жергілікті билік пен ішкі істер департаменті аула тұрғындардың тыныштығын қамту мақсатында полиция бекетін орнатып, ерікті көмекшілерге жүгінуіне тура келген. Санына байланысты. Ол пәтердің санына байланысты. Ол жерде пәтер көп болса, онда бағасы төмен болады. Пәтер аз болса, онда бағасы жоғары болады. Сөйтіп, әр пәтер бүткіл енді білесіздер ғой, әлемде дамыған мемлекеттің барлығында халық қылмыспен, полициямен бірге күреседі. Ақтаудағы жалғыз бекет ауласындағы күзет тұрғындар үшін 7 ай бойы тегін көрсетілмек, ал кейінірек аз мөлшердегі тариф бойынша төлеулеріне тура келеді. Бағдарламаға азаматтық парызын орындауға келгендердің қарасы көп. Қауіпсіз аула бағдарламасы тиімді жүзеге асса, құқық бұзушылықтың алдын алып, қаладағы қылмыстардың санын азайтып қана қоймай, жұмыссыздық мәселесін де шешеді дейді генерал-майор. Жания Өсерқұл, Саламат Бекбаев, Информбюро, Ақтау. Қазақстан біздің елі, мәскеулік Ленин осылай дейді. Келмеске кеткен кеңес үкіметінің күлі көкке әлде қашан ұшқанымен ұшқыны қауіпті Мәскеуде. Бір емес 15 бірдей мемлекетті бұғауынан босатпай, 70 жыл бойы жеркелеп келген одақтың отанындағы елден естіген бұл пікір жағамызды ұстатты. Мәскеудің қақ төрінде шетелдіктердің көңілін көтеріп, келмеске кеткен кеңестік кезеңді әлі күнге көксейтіндердің қасынан кетпейтін қос мәскеулік Ленин мен Сталин қазақ қызына Қазақстанның қайдан шыққанын осылай түсіндірді. Дегенмен мәскеуліктермен тілдесіп қайтқан тілшіміз ресейліктердің қазақ деген елдің тектілігіне тәнті екенін естіп, қуанып та қайтты. Қазақстан түркістан салем. Ленин ата, біз ұлан сенен туған шат көңіл, сенің нұрлы шұғылаң бізге әперген жақсы өмір. Жоқ, бұл кісі күні кеше кішкене қолын 5 жыл ыстыққан көкірегіне қойып, ән арнайтын қазақ балдырғанның көсемі болған Ленин емес. Болмаса әліппесін ашқан күннен көсемін күн тұтатын, бөріне тасығанын бертінгі дейін үлгі қылып келген, немесе үйімізде, төрімізде, портретте тұрған күн деп жансыз бейнесіне бас ұрып тәу еткен кешегі кеңес үкіметі бүлдіршіннің пірі де емес. Фото на память. Вожди мирового пролетариата Ленин, Сталин. Бірақ бүгінгі күні де күн көсемнен аумайтын, бұл кісінің қасынан қалмайтындар көп. Сұсты саясаты мен қаталды қаһарлық қағидасының арқасында тарихта қалған Сталин екеуі серуендеп жүргені күнде. Келмеске кеткен кеңес одағының бас мұрагері болып қалған Ресейге ағылған шетелдіктердің қолдықтап суретке түскіш жағымды кейіпкері достар өздеріне деген сұранысты ұтымды пайдаланады. Сұсты Сталин мен көсем Лениннің қасында күліп тұрған бейнеңізді көргіңіз келсе 1000 рубль санап бересіз. Мәселе ақшасында демес-ау, басқа да болып тұр. Кеңестік кезеңнің қос көсемі Қазақстанды әлі күнге бодандықтан босамаған деп түсінеді екен. Казахстан это наша страна вообще. Қазақстан біздің ел, ол КСРО емес пе, әлде сіз білмейсіз бе? Дегенмен Сталин мырза Лениннің жауабын жақтырмағаныңызды жылдам түсіне қойды. Саясаткер емес пе? Тіпті қазақтың тектел екендігінен де хабардар, жерінің байлығын бағамдауды да ұмытпады. Қазақстан текті жер, тектел, жері де бай, құнарлы, сондықтан да оған көз тігетіндер көп жан жағынан. Халқы қонақжай, ақ көңіл, тіпті сіздердің бір бай мырзаларыңыз бізді Шымкентке қонаққа да шақырған. Мәссаған, шырайлы Шымкентті де біліп алыпты. Кремльдің төрінде жүрсе де ақ көңіл қазақ тойға шақырған, шамасы шашылып. Бірақ Қазақстанды алпауыттың Сталинге несі бергенін біле алмадық. Саяси құпия деді Сталин. Қазақтың қонақжай қасиет туралы мәскеуліктердің біразы біледі екен. Бірақ ресейлік ағайынның басым бөлігін арқан керген ақиқат алаңдатады. Қазақ-Қытай шекарасындағы жанжалдың жаңғырығы мұнда әлде қашан жетіп қойған. Ондай жағдай біздің елдің тәжірибесінде де бар. Бүтіндей бір ротаның жауынгерлерін жайратып кеткен жағдай. Бірақ бұл бір адамның әрекеті емес. Может быть, 1-14 убить. Он что, Рэмбо? Он же не Рэмбо. Он простой солдат, салага. Сондай-ақ ресейліктердің Қазақстанға қатысты пікірлерінің басым бөлігінде кедендік одақты тілге тиек етеді. Құптайтындары көп емес, қолдамайтындары да. Ирина Савичан, Рената Булхаиров, Информбюро, 31 арна, Мәскеуден. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, футболдан Польша мен Украина жерінде өтіп жатқан Европа чемпионатында топтық кезең өз мәресіне жетті. Өткен түні Д тобындағы командалар соңғы матчтарын өткерді. Оның қорытындысы бойынша Англия мен Франция құрамалары плей-оффқа жолдама алды. Енді үздік шыққан 8 команда тікелей бас жүлде үшін бәсекелерін бастамақ.
Барша Украинаның назары бұл кеште Донецкіге ауды. Алаң қожайындары ағылшындармен бақ сынасуға дайындалып жатты. Ал жерлестеріне қолдау көрсету үшін ел президенті Янукович те мұнда ат басын әдейі бұрды. Андрей Шевченко бас болған жергілікті құраманың мүмкіндігі мүлде аз еді. Мұны барлығы жақсы түсінді. Әйтсе де көкейдің түбінде жеңіс деген тәтті сезім маздап тұрды. Ағылшындар болса матчқа сенімді шығып, бірден іске кірісті. Тұманды Альбион өкілдері алғашында белсенділік танытқанмен ары қарай Украина құрамасы түрлене ойнады. Блохин жігіттерінің бойындағы жеңіске деген жігері оларды бір сәтке де тыным таптырмады. Бірақ шешуші сәттерде олар мүлт кетіп жатты. Екінші тайм басталған сол екен ағылшындар алға кетті. Стивен Джеррардтың шебер ойынынан кейін Уэйн Руни доппен қақпаның алдында жалғыз қалып гол соғып кетті. Кейін белгілі болғандай осы гол ойын тағдырын шешті. Англия ширек финалда, Украина ойыншылары енді турнирдің көрермендері ғана. Сонымен біріншіліктің қос қожайында жарыстан шығып қалды. Демек олардың деңгейі әзірге үлкен ерліктер үшін жетіспейді деген сөз. Тағы бір матч Киев қаласында ойналды. Жарыста бар мүмкіндіктен айырылған шведтер француздармен бақ сынасты. Скандинавтар бұған қарамастан алдағы матчқа жауапты дайындалыпты. Өйткені ар намысты олар тура осы ойында жалау қылып желбіретті. Француздарда бейқам отырар жай жоқ еді. Өйткені қатарласа өткен ойын оларды аса алаңдатты. Шиеленіс ойынның бірінші таймында француздар алаңда билік құрды, бірақ Рибери мен Насри қанша жан таласқанмен өндіріп ойнай алмады. Ал екінші тайм басталғанда олар опық жеді. Златан Ибрагимович оң қанаттан допты қабылдап акробатикалық стилде Льорис қақпасына керемет гол соқты. Ал 90-ші минут түгесіп, қосымша минуттар өтіп жатқанда Ларсон француздар қақпасына тағы бір дәл көздеді. Осылайша шведтер турнирдің есігін тарс жапты. Сонымен Англия құрамасы ширек финалда Италиямен жолығады. Ал француздар әлем және Еуропа чемпиондары испандықтарға емтихан тапсырады. Үлкен футбол форумы көптеген қуаныштармен қоса өзекті өртер сәттермен де есте қалуда. Босния-Герцеговина мемлекетінде дүйсенбіден сейсенбіге қараған түн үлкен қақтығыстар орын алды. Жергілікті хорваттар сүйікті командалары испандықтардан ұтылғаннан кейін Мостар қаласында бассыздыққа жол берген. Олар қаладағы мұсылмандар тұратын ауданға басып кіріп, қолдарына түскендерін соққыға жыға беріпті. Іске полиция келіп килігіп толқыныстар басылды. Бірақ құқық қорғаушылар сапында да бірнеше адам ауыр жарақаттарға ұшырағандығы белгілі болып отыр. Ержан Көшкімбаев, Азамат Жанаспаев, Информбюро. Хабар жеткізілсін. Samsung Galaxy S3 жақсы кеш, жақсы оқиғалар тілейді. Ал Информбюроның сәрсенбідегі шығарылымы осымен тамам. Алда жарнама және ауа райы мәліметі. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.